Сәлем достар баршаға. Бүгін оқтауды қажет етпейтін, өте нәзік, жұмсақ болып шығатын балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен балымызды су моншасында ерітіп аламыз. Ол үшін балымызды салып, 15 минуттай ерітіп алып, үстінен содамызды салатын боламыз. Соданы салғаннан соң реакция жүретін болады. Аздап осылай ағарып көтерілетін болады. Араластырып тұратын боламыз. Үстінен сары майымызды осылай турап алып саламыз. Бөлме температурасында болғаны дұрыс. Жақсылап араластырамыз. Сары май міндетті түрде ерігенше араластырып, ішінде түйіршіктер қалмағаны дұрыс. Одан кейін басқа ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстінен қантымызды салып, миксердің көмегімен аппақ масса болғанға дейін араластырамыз. Мінекей 2 есеге дейін көтерілді, аппақ масса болып, одан кейін жаңағы ерітіп алған балды қоспамызды аз-аздан құя отырып миксерлейміз. Бәрін бірден қоспаймыз, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін, шикі болғандықтан. Мінекей сұйықтығы осындай масса шықты. Енді үстінен міндетті түрде ситадан өткізілген ұнымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке салып араластыратын боламыз. Мінекей барлығын араластырып алғаннан кейін сұйықтығы осындай қамыр шықты бізде. Келесі кезекте дәл видеодағыдай пергамент қағазына жасап алдым. Егер форма жоқ болса, жай дөңгелек тарелкама қалаған затыңызды алып, сызып алсаңыздар болады. Пергамент қағазына 1,5 ожаудан құйып, осылай лопатканың көмегімен немесе қасықпен тегістеп шығатын боламыз. Ортасы немесе жаны қалың болып қалмауы керек. Себебі крем жаққанда тортымыз қисық болып қалуы мүмкін. Сол себепті барлық жерін бір тегіс болғаны дұрыс. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Барлық корждарымызды осылай пісіріп шығатын боламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Ол үшін қаймағымыздың үстінен 4 ас қасық қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Холодильникке 20 минутқа қойып алсақ та жарайды. Бұл кремнің орнына қалаған кремді қолдансаңыздар болады. Мінекей барлық корждарымызды пісіріп алдық. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Дәл осы құраммен 5 корж шықты менде. Ал енді медовегімізді жинайтын боламыз. Мен осылай формаға жинадым. Форма қоймай жинаса да болады. Әрбір коржымызды қойып, арасына 3-4 ас қасықтан кремді жағып шығатын боламыз. Айта кететін нәрсе, корждарымызды осылай дөңгелектеп мен кесіп алдым алдын ала. Мінекей барлық коржымызды жинап, кремімізді жағып болғаннан кейін холодильникке жарты сағатқа қойып алсақ болады. Енді тортымыздың жанына алдыңғы корждардан қалған жан жағындағы коржды алып, қолмен ұнтақтап алсақ болады, немесе блендермен езіп алсаңыздар болады. Соны сеуіп, жақсылап әсемдеп шығамыз. Мінекей медовегіміз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қазақша контентті каналды қолдап қойыңыздар. Ол үшін каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта пайдалы рецепттер салып отыратын боламын. Сіздер де жасап, өз отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Сіздермен бірге сымбат.